Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 37 сабақ. 2 таңбалы сандарды разрядтан аттамай жазбаша қосу және азайту тақырыбы. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписатқа батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. 34 пен 23 сандарының қосындысы. 34-ке 23-ті қосу үшін бірінші 34 санын 30 қосылған 4 деп, ал 23 санын 20 қосылған 3 деп жіктеп аламыз. Сонан соң ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті қосамыз. 30-ға 20-ны қоссақ 50, 4-ке 5-ті қоссақ 7 болады. 50-ге 7-ні қоссақ 57 шығады екен. Демек, қосындының мәні 57-ге тең. Келесі 57 мен 23 сандарының айырмасы. Ол үшін де 57 санын 50 қосылған 7 деп, 23 санын 20 қосылған 3 деп жіктеп аламыз. Сонан соң ондықтан ондықты, бірліктен бірлікті азайтамыз. 50-ден 20-ны азайтсақ 30, 7-ден 3-ті азайтсақ 4 қалады. 30-ға 4 қоссақ 34 болады. Демек, айырманың мәні 34-ке тең екен. Екінші тапсырма. Сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндір. Яғни 34 санына 23 санын қосу. Мұнда 4 бірлік, 30, яғни 3 саны ондық болып тұр. Ал енді баған түрінде жазған кезде бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазамыз. Ең бірінші қосылғыштардың балалар бірліктерін қосамыз. Яғни 4-ке 3-ті қосамыз, 7 болады. Бірліктің астына жазамыз. Келесі қосылғыштардың ондықтарын қосамыз. Яғни 3-ке 2-ні қосамыз. 3-ке 2-ні қоссақ 5 болады. Оны ондықтардың астына жазамыз. Жауабы қосындының мәні 57-ге тең екен. Балалар, ережені жаттап, есімізге сақтаймыз. Бірліктерді бірліктерге қосады, ондықтарды ондықтарға қосады. Ал енді үшінші тапсырманы мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. 52-ге 16-ны қосамыз. Балалар, бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазамыз. Бірінші бірлікке бірлікті қосамыз. 2-ге 6-ны қоссақ 8, оны бірліктің астына жазамыз. 5-ке 1-ді қоссақ 6 болады. Демек, қосындының мәні 68-ге тең. 34 қосу 65. Бірлікке бірлікті қосамыз. 4-ке 5-ті қоссақ 9, 3-ке 6-ны қоссақ 9. Қосындының мәні 99-ға тең екен. 25 сантиметр қосу 43 сантиметр. Сантиметрге сантиметрді қоссақ сантиметр шығады, сондықтан сантиметр деп жазып аламыз. Бірлікке бірлікті қосамыз. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 2-ге 4-ті қоссақ 6 болады. Демек, қосындының мәні 68 сантиметрге тең. Төртінші тапсырма. Сандарды баған түрінде азайтудың қалай орындалғанын түсіндір дейді. Балалар, 57-ден 23 санын азайтамыз. Азайғыштың бірлігінен азайтқыштың бірлігін азайтамыз. Яғни бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазып аламыз да, сонан азайғыштың бірлігінен азайтқыштың бірлігін азайтамыз. 7-ден 3-ті азайтсақ 4 қалады, оны бірліктің астына жазамыз. Екінші, азайғыштың ондығынан азайтқыштың ондығын азайтамыз. Яғни 5-тен 2-ні азайтсақ 3 қалады, оны ондықтың астына жазамыз. Сонда айырманың мәні 34-ке тең екен. Ал енді ережені жаттап, есімізге сақтаймыз. Бірліктерден бірліктерді азайтады, ондықтардан ондықтарды азайтады. 5-ші тапсырма мысалдарды баған түрінде жазып шығар. Мұнда айырмалар берілген, олардың мәнін табуымыз керек екен. 56 азайту 24. Бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына жазамыз. Сонан соң азайғыштан азайтқыштың бірлігін азайтамыз. 6-дан 4 азайтсақ 2, азайғыштың ондығынан азайтқыштың ондығын азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 қалады. Демек, айырманың мәні 32-ге тең. 85-тен 32-ні азайтамыз. Бірінші, азайғыштың бірлігінен азайтқыштың бірлігін азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 қалады. Келесі, азайғыштың ондығынан азайтқыштың ондығын азайтамыз. 8-ден 3-ті азайтсақ 5 қалады. Айырманың мәні 53-ге тең екен. 69 дециметрден 27 дециметрді азайтамыз. Дециметрден дециметрді азайтсақ, дециметр жазылады. Азайғыштың бірлігінен азайтқыштың бірлігін азайтамыз. 9-дан 7-ні азайтсақ 2 қалады. Азайғыштың ондығынан азайтқыштың ондығын азайтамыз. 6-дан 2-ні азайтсақ 4 қалады. Демек, айырманың мәні 42 дециметрге тең екен. 6-шы тапсырма. Күзгі демалыста мектебімізден 32 бала мұражайға, ал 11 бала циркке барды. Мұражай мен циркке барлығы неше бала барды дейді.
Балалар, бірінші берілген жазып аламыз. Мұражайға 32 бала, циркке 11 бала. Барлығы қанша бала барғанын анықтауымыз керек. Шешуі, ол үшін мұражайға барған бала мен циркке барған бала сандарын бір-біріне қосамыз. 32-ге 11-ді қосамыз. Бірлікке бірлікті, ондыққа ондықты қосамыз. 2-ге 1-ді қоссақ 3, 3-ге 1-ді қоссақ 4. Демек жауабы мұражай мен циркке барлығы 43 бала барды. Ал енді 7-ші тапсырма мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. 75 пен 33 сандарының айырмасы. Бірінші, бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазып аламыз. Сонан соң азайғыштың бірлігінен азайтқыштың бірлігін азайтамыз. 5-тен 3-ті азайтсақ 2, 7-ден 3-ті азайтсақ 4. Айырманың мәні 42-ге тең. 24 пен 35 сандарының қосындысы. Бірлікке бірлікті, ондыққа ондықты қосамыз. 4-ге 5-ті қоссақ 9, 2-ге 3-ті қоссақ 5. Қосындының мәні 59-ға тең екен. 83 пен 16 сандарының қосындысы. Бірлікке бірлікті, ондыққа ондықты қосамыз. 6-ға 3-ті қоссақ 9, 8-ге 1-ті қоссақ 9 болады. Демек қосындының мәні 99-ға тең екен. Келесі 76 мен 52 сандарының айырмасы. 6-дан 2-ні азайтсақ 4, 7-ден 5-ті азайтсақ 2. Айырманың мәні 24-ге тең. 45 килограмнан 34 килограмды азайтамыз. Килограмның өзі жазылады. 5-тен 4-ті азайтсақ 1, 4-тен 3-ті азайтсақ 1 қалады. Демек айырманың мәні 11 килограмға тең. 83 метрге 16 метрді қосамыз. Метрдің өзі жазылады. 3-ге 6-ны қоссақ 9, 8-ге 1-ті қоссақ 9 болады. Қосындының мәні 99-ға тең екен. Осылай берілген өрнектерді баған түрінде есептеп шығарсақ болады. 8-ші тапсырма 1, 9, 6 және 3 цифрларын пайдаланып ең үлкен және ең кіші екі таңбалы сандар жаз. Осы екі санның айырмасының мәнін баған түрінде есепте дейді. Балалар, бізге берілген сандар 1, 9, 6 және 3. Ал енді осы сандарды пайдаланып ең үлкен екі таңбалы сан және ең кіші екі таңбалы санды табуымыз керек. Ең үлкен екі таңбалы сан 96, ал ең кіші екі таңбалы сан 13 саны шығады. Ал енді осы екі сандардың айырмасын табайық. 96-дан 13 санын азайтамыз. Бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты азайтамыз. Азайғыштың бірлігінен азайтқыштың бірлігін азайтамыз. 6-дан 3-ті азайтсақ 3, азайғыштың ондығынан азайтқыштың ондығын азайтамыз. 9-дан 1-ді азайтсақ 8 қалады. Демек айырманың мәні 83-ге тең екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.